Бүгінгі бағдарламада Айбек Қайбулла жаңа бейнебаян ұсынды. Арнамыздағы жаңа бейнеклиптердің қатарын Айбек Қайбулла толықтырды. Таңдалған ән ғаламторда кеңінен таралған. Тыңдаған боларсыздар. Мені бұрын бір ару сүйген еді, жасым төгіп, басымда иген еді. Есім алып, қоям ғой сені кейде, іздеп тұрсаң, қайтеді кейде мені. Бұл ән негізі жарғым деп аталған. Басында өзім жарғым деп қойғанбыз әннің атын. Содан бұл ән халықтың арасына мені бұрын бір ару сүйген еді деп таралды. Содан өзі халық қойып алды, мені бұрын бір ару сүйген еді болып кетті. Нұртуған Жаңабай деген өзім бауырым әнін жазды. Сөзін Елнұр Нұрқасым деген бауырым жазды. Туынды ескі ғашығын есіне алып жүрген жандарға арналады. Жігіттер қауымының арасында бұрынғы жақсы көрген қыздары бар. Сол жігіттердің құрметіне дейміз ба, сол жігіттердің құрметіне болды. Сол баяғы жастық шағын еске алсын деген ниетпен таңдалған болатын. Ақтөбе қаласында өткен түсірілім барысы қиындыққа да, қызыққа да толы болған. Жанар майымыз бітіп жолда, көлігіміз бұзылып, күннің ыстығы бар, көк майжа шөптің арасының өзінің масасы бар дегенде енді өте көп қызық жағдайлар болды. Апарған суымыз жетпей қалып, шөлдеп, енді айта берсек көп. Осындай қиыншылықтармен келген бейне баян болғасын өзіме ыстық, өзіме бір керемет көңіл күй сыйлайтындай бейне баян болды деп айтуыма болады. Бейнеклиптегі ару кім? Үміт деген өзім досым сомдап шықты. Өзім ұсыныс жасадым, осы бейнебаянға түсіп берсең деп. Қанша гонорар төленгеніне келетін болсақ, өзім достарым болғасын. Ол кісілер де мені қатты қинамады, мен де ол кісілерді қатты қинамадым. Айбек бұл туындымен тоқтап қалмайды. Жаңа тректерін жақында сіздерге ұсынады. Елнұр Нұрқасым мен Нұртуған Жаңабай деген өзім бауырларымен тығыз байланыстамыз. Тағы да керемет халықтың жүрегінен орын алатын, көңілінен шығатын керемет әндер жазылып жатыр. Олай болса, Айбек Қайбулланың «Мені бұрын бір ару сүйген еді» атты бейнебаян арнамыздан көріп бағасын беріңіздер. Той думан арнасы қосулы болсын.